Қыс патшалығының құпиясы. Бір күні алыс бір елде, таулардың биігінде, ормандардың тереңінде қыс патшалығы деген сиқырлы мекен бар еді. Бұл патшалықта бәрі мұздан, қардан және жылтырап тұрған қыраудан жасалған. Мұнда әрқашан қыс, ал қар ешқашан ерімейтін. Бұл патшалықты қыс ханшайымы басқаратын. Оның шашы аппақ қардай, көзі аспан түстес көгілдір, ал қолының бір қозғалысымен бүкіл әлемді мұзға айналдыра алатын күші бар еді. Бірақ оның жүрегі мұздай суық еді, өйткені ол ешқашан нағыз қуаныш пен жылулықты сезінбеген. Бір күні қыс патшалығына алыстан бір кішкентай бала келді. Оның есімі Айдар болатын. Ол көктемнің, жаздың, күздің қандай болатынын білмейтін. Себебі ол осы қыс патшалығында дүниеге келген. Бірақ бір күні ол ескі кітаптан басқа жыл мезгілдері туралы оқып, соларды көргісі келді. Ханшайым, мен көктемді көргім келеді, деді Айдар. Бұл патшалықта тек қыс қана болады, деп жауап берді ханшайым қатал дауыспен. Алайда Айдар оңай беріле салмады. Ол түнде хан сарайының сыртына шығып көктемді шақыру үшін жүрегінен шыққан ең жылы әнін айтты. Оның дауысы желмен бірге алыстағы бір құдіретті күшке жетті. Кенет аспанда бір ғажайып жұлдыз жанып жерге жылы нұр төкті. Бұл көктем ханшайымының белгісі еді. Ол алыстан келіп қыз ханшайымына: «Сенің жүрегіңде мұз бар, бірақ бұл бала сенің жаныңды жылталады», деді. Қыз ханшайымы алғаш рет Айдардың жан жылуын сезді. Ол өзінің мұзды патшалығында әрдайым жалғыз болғанын түсінді. Айдардың шынайы тілегі мен мейірімі оның жүрегін ерітті. Осылайша қыс патшалығы енді әр жыл мезгілін қарсы алатын ғажайып мекенге айналды. Ал Айдар алғаш рет көктемнің, жаздың, күздің сұлулығын көріп, бақытты өмір сүрді. Содан бері бұл елде әр мезгіл өз уақытында келетін болыпты.